Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жатқан өте ерекше салаттардың бірі хрустящий баклажан, яғни қытырлақ баклажандар салатын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сізге керегі бұл баклажан. Бір штук баклажанды алып, жуып, тазалап, керексіз жерлерін алып тастаймыз. Ортасынан екіге бөліп, одан кейін үшке бөліп, кубиктап, үлкен қылып торап шығамыз. Баклажандарды турап болғаннан кейін салқын суға 1 сағат көлемінде малып қоямыз. Сол кездегі ащы дәмі кететін болады. Одан кейін баклажандарды құрғақ жерге түсіріп кептіреміз. Әбден кептіріп алғаннан кейін оны крахмалға салатын боламыз. Баклажандарды қайтадан ыдысқа салып, үстіне крахмал сеуіп, жақсылап крахмалға аунатамыз. Қатты қызып тұрған майға баклажандарымызды қызарғанша қуырып аламыз. Енді салат жапырағын 4 бұрышты қылып турап шығамыз. Негізінен салат жапырағын қоспай қойсаңыздар болады, бірақ мен қостым. Дәмі өте күшті болады салат жапырағымен бірге. Және қиярымызды да 4 бұрышты қылып турап шығамыз. Қызанақты да ортасынан екіге бөліп, керексіз жерлерін алып тастаймыз. Одан кейін мейлінше 4 бұрышты қылып турауға тырысамыз. Барлығын шұңғыл ыдысқа салып, үстінен 1 ас қасық паприка қосамыз. 1 чеснок қосамыз, теркадан өткізіп, немесе осылай преспен қысып алсаңыздар болады. 1 шай қасық тұз саламыз. Жаңағы қуырып алған қытырлақ баклажандарымызды салып, үстіне 2 ас қасық соя соусын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын. Осылай бірден ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта шығатын басқа да түрлі салаттардың, әртүрлі тағамдардың рецептісін жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның үстін басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше ас болсын.